Баршаңызға сәлем бердім достар. Мен бүгін сіздерге қамырды қалай оңай әрі жылдам ашытуға болатын жайлы көрсететін боламын. Көп ханымдар мені сұрайды да, менің қамырым 2 сағатта ашиды немесе мүлдем ашымай қалады деп. Егер осы видеоның соңына дейін көретін болсаңыздар, қамырды жылдам оңай қалай ашытуға болатын жайлы көрсететін боламын. Жақындарыңызға, құрбыларыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен құрғақ ыдысқа қол келмейтіндей ыстық сүтті құйып аламыз. Оның үстіне тұзды, қантты және ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қалдырамын. Көріп тұрғандарыңыздай ашытқыны мүлдем аз салдым. Осындай аз ашытқының көмегімен қамырды жылдам ашытуға болады. Оны осы видео барысында міндетті түрде көрсететін боламын. Күнбағыс майының жартысын құйып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнның бәрін салып, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илейміз. Ең соңында қамырды илеп болғаннан кейін сұйық майдың қалған бөлігін құйып, жақсылап бір қайтара илейміз. Қамырды жақсылап қолға жабыспайтындай етіп илеп алғаннан кейін ең соңына бетіне аз ғана сұйық майды жағып шығамыз. Ал енді басты тақырыпқа оралайық. Қамыр жылдам ашып көтерілуі үшін осы әдісті міндетті түрде жасап көріңіз. Қамыр илеген ыдыстан кішірек ыдысты алып, ішіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Оның үстіне бағана қамыр илеген ыдысымызды қоямыз. Қамырдың бетін целлофан пакетпен жақсылап ауа кірмейтіндей етіп тығыздап жауып шығамыз. Оның бетімен сүлгімен жауып жақсылап орап қоямыз. Осы әдісті қолдансақ, қамыр жылдам ашып шығады. Өйткені сіздер білсеңіздер, ашытқы жылы жерде жылдам көбейеді. Мен осы рецептпен ашытқан қамырдан отбасыма қатты ұнайтын, отбасымды таң қалдырған ең дәмді, ең оңай сүзбелі булочканы жасап тастаймын. Булочканың салмасын дайындау үшін сүзбенің үстіне қантты және жұмыртқаны салып жақсылап араластырамын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамыр аз уақыттың ішінде осылай керемет болып, күшті болып көтеріліп шығады. Енді осы ашыған қамырды видеода көрсетілгендей етіп, үстелдің үстіне ұнды сүйеп оқтаудың көмегімен тік төртбұрышты формасында жайып шығамыз. Құрметті көрермен, енді ғана басталып жатқан қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызға, құрбыларыңызға жіберіп қойыңыздар. Мінекей мен қамырды жайып алдым. Қамырды осы видеода көрсетілгендей 4-5 мм қалыңдықта жаямыз. Жайып алған қамырдың үстінде бөлме температурасында еріп тұрған 72 немесе 82% сары майды жағып шығамыз. Оның үстіне жаңа дайындап алған сүзбелі салманы жағып шығамыз. Енді осы қамырды видеода көрсетілгендей рулет тәрізді жақсылап тығыздап ораймыз.
оралған рулетті тігін жіптің көмегімен видеода көрсетілгенде кесіп аламыз. Кесіп дайындап алған булочкаларды противеньге орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарыуызы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Одан соң бетін салфетпен жақсылап жауып 30 минутқа қалдырамыз. 30 минут өткеннен кейін булочканы алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей булочкаларымыз пісіп дайын болды. Өте дәмді, иісі мұрын жарады. Сіз де міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіз. Қалауларыңызға қарай бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер өте дәмді болады. Булочкалар өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Сіз де міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.